Семей ашушы қала. Мұнда елдегі алғашқы цирк пайда болып телеграфқа ие болды. Ертіс жағасындағы қала қазақстандық футболдың отаны болып табылады. Және бұл тізім жалғасуда. Қазақстандағы алғашқы мұражай Семейде ашылды. Бұл облыстық тарихи өлкетану мұражайы. Ол 1883 жылы есігін айқара ашты. Мұражай өзінің бүкіл тарихында орналасқан жерін 8 рет өзгертті. Қазір мәдениет нысаны бұрынғы генерал-губернатордың үйінде орналасқан. Бұл сәулеті жағынан ерекше ғимарат. Қазіргі уақытта мұражай қорында 130 мыңнан астам экспонат бар. Примечательно, что изначально... Қызығы бастапқыда қалыптасудың алғашқы 10 жылдығы кезінде музей қоры шамамен 2,5 мың экспонатты құрады. Олар бүгінде әлі толықтырылып, дамып келеді. Негізі адамдардың шынымен де қорларды толықтыруға қосып келе жатқан үлесі зор. Тіпті 1885 жылы Абай Құнанбаев өзінің досы Нифонт Иванович арқылы қазақ тұрмысын, қазақ мәдениетін, этнографиясын көрсететін 60-қа жуық жәдігерді тапсырды. Кейін бұл жәдігерлер 1940 жылы ашылған Абай музейіне тапсырылды. Қазақстанның ең көне кітапханасы да Семейде орналасқан. Оқырмандардың бірі Абай Құнанбаевтың өзі болды. Әмбебап кітапхана қазіргі уақытта оның есімімен аталады, және ол 1883 жылы ашылды. Бұрын 270-тен астам кітап болса, қазір кітап қоры 400 мың данадан асады. 4 мыңнан астам сирек басылымдар. Олардың арасында ұлы ойшылдың өзі оқыған кітаптар бар. Бұл кітапхананың енді Абай атамыздың есімімен тегін аталып тұрған жоқ. Бізді ең алғаш 1880 жылдары алғаш ашылған жылдары 130 оқырман, 204 дана кітап болған екен. 130 оқырманның бірі біздің қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы болатын. Осында жаңағы оқырман болып, жаңағы орыс әдебиетпен сусындаған бізде үлкен деректеріміз бар. Жалпы енді Абай атамыз оққан сирек басылымдағы қордағы кітаптардан былай қоя тұрған кезде онда құжаттарымыз бар, Абай атамыз туралы, ол кісі қай жерде қандай қайырымдылық, қанша мал мүлік берді деген сияқты, одан да басқа статистикалық көп құжаттарымыз осы біздің Абай атындағы кітапханамызда. 1873 жылы Семей қаласында еліміздегі алғашқы телеграф ашылды. Оның құрылу тарихын көптеген жылдар бойы бірегей мұражай жұмыс істейтін радиотехника және байланыс колледжінен білуге болады. Экспозицияда 300-ден астам экспонат бар. Мұнда сіз пошта, телеграф, телефон және радио байланысының ескі құрылғыларын көре аласыз. Мұражайдың негізін қалаушы өлкетанушы Владимир Лушников. 1863 жылдар аппарат Морзе деген ученый шығарып, солдан бастап мына жерде бізде бар аппарат Морзе. Сол Морзе арқылы точка-тире электронный информацияны жіберіп, екінші аппаратты ана точка-тире импульстармен жібереді, екінші жақтан қабылданып сөз болып шығатын. Содан бастап, 1860 жылдан бастап азамат өздері біріне бірі байланыс жасаған, информация жіберген, сол сөйлескен. Содан кейін ақырын ол үлкен алыс жерге жасалмаған, үлкен объем жібере алмаған. Содан кейін басқа ST2M деген бұл жерде бізде аппаратурамыз тұр. Содан кейін рулонный телеграфный аппарат деп ақырын дами берген, ол алысқа жібереді, үлкен объеммен сөйтіп информация біз жіберіп отырып, ондай мүмкіндік жасалды. Алло, алғаш рет Семейде айтылды. Саудагер Мұхамедияр Молдашев 1891 жылы өз үйімен кітап сататын дүкен арасында телефон желісін жүргізді. Алғашқы телефон аппараттары ыңғайсыз және көлемді жәшіктер болды. Мұнда телефондардың кейбірін колледж мұражайынан көруге болады. Біздің телефонымыз енді ерте кезде 1870 жылдар бірінші телефонный аппаратура ойлап шығарып, содан бастап енді біздің семейімізде, міне қазір музейімізде АТС 50/200 50 нөмірлік координатный станциямыз тұр. Сол аппаратура енді өзі
қазір музейімізде тұрып жұмыс істеп тұр. Біздің аппаратураларымыз мына жерде неше түрлі телефонный аппараттар тұр мына жерде. Енді бірінші телефонный аппарат без номера набирателя болған. Ол кезде без номера набирательді көтерген кезде міне коммутаторларымыз тұр. Бірінші байланысшы коммутатор арқылы қосатын. Телефонист отырады, без номера набиратель номері жоқ телефонды көтереміз, коммутатор лампочка жанады, телефонист қосып беретін, сұрайтын там қандай нөмір керек болатын. Содан кейін АТС деп автоматический телефонный станциясы ойлап шығарып, міне с номеронабирателем, кнопочный, неше түрлі аппараттар мына жерде тұр. Қазақстан аумағындағы алғашқы киносеанс Семей қаласында көрсетілді. Онда 1897 жылы облыс орталығында аншлагпен кинофильм көрсетілімі өткізілгені хабарланды. Төлемдер сөзбе-сөз масштабтан тыс болды. Барлығы кинематографиялық ғажайыпты көруге барды. Киносеанс тоже являлся диковинкой на тот период, если учитывать, что Киносеанс сол кезеңде барлығының үлкен қызығушылығын тудырды. Егер сол кезде фотосурет адамдар арасында өте үлкен таңданыс тудырса, ал кино тіптен тұрғындарда техникалық процесс қаншалықты алға жылжуы мүмкін деген сұрақ болды. Бірақ ол кездегі киносеанстар үлкен қойылымдарсыз жеңілдетілген болды. Бірақ соған қарамастан, күнделікті өмірді көрсететін қарапайым түсірілім адамдарға қызық болды. Қозғалмалы сурет әрине сол кезең үшін сенсация болды. Айтып өту керек, жаңа базар алаңында ағаштан жеңілдетілген құрылымдар салынып, сол жерде қойылымдар түсірілген. Мұғалімдер семинариясы Қазақстандағы алғашқы педагогикалық оқу орны. Қазір бұл тарихи ғимаратта Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжі орналасқан. Оның тарихы бай. Оқу орны 1903 жылы есігін айқара ашты. 1922 жылы оның базасында педагогикалық техникум ашылып, 1937 жылы педагогикалық училище болып қайта құрылды. 1953 жылы оқу орны Орыс қазақ педагогикалық училищесі болып қайта құрылды. Ал 1967 жылы оған Мұхтар Әуезов есімі берілді. Былтырғы жылы біз Қазақстанның орталық архивінде жұмыс жасап қайттық. Бұл мақсатымыз енді жалпы біздің оқу орнымыздың тарихы туралы, 120 жылдық тарих туралы 2 кітап жазылған. Бұл енді әрине тарихи деректер жинақталынған мазмұнды кітаптар, біздің оқу орнымызға арналған. Енді 3-ші кітапты даярлаудың үстіндеміз, соған біз материал жинақтау себепті Алматыда болып қайттық. Сонда орталық архивтен мен жұмыс жасау барысындағы менің ең басты ұстанған мақсатым бұл осы оқу орнындағы оқыған қазақтарды түгендеу. Патшалық Ресей тұсындағы ашылған 1900 жылдан бер қарайға, яғни 18-19 жылға дейінгі, мынау кеңес дәуірі орныққанға дейінгі, семинарияның атауы өзгергенге дейінгі, оқу орнының педагогикалық техникумға атауын иеленгенге дейінгі аралықта қанша қазақ білім алды. Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжде оның тарихы туралы баяндайтын өз мұражайы бар. Бұл оқу орнында белгілі қазақстандықтар, олардың арасында Алаш партиясының мүшелері білім алған. Қарап отырсақ, біздің жүйеде семинария, белгілі бір дәуірлер ауысқан тұста, билік түрі ауысқан тұстарда оқу орындарында атау өзгереді екен. Мысалы үшін Патшалық Ресей тұсында семинария деп аталып келетін болсақ, біз мұғалімдер семинариясы. Кейін ол Патшалық Ресей құлағаннан кейінгі тұста, кеңес үкіметі орныққан тұста біз педтехникум деп аталған екенбіз, педагогикалық техникум. Одан кейін кішкене бір дәуірлеген тұста кеңес үкіметінің идеологиясы педагогикалық училище ауысқанбыз. Одан кейін барып енді кеңес үкіметі құлағаннан кейін тәуелсіздік тұсында біз педагогикалық колледж атауын иеленіп отырмыз. Осындай бір қызық жағдай бар екен. Семей алғашқы су құбырының отаны. 1911 жылы аймақта танымал көпес Прокопий Плешев өзен жағасында сорғы станциясын салды. Ол 2 бу қазандығымен жабдықталған. Су құбыры желісінің ұзындығы 8 шақырым болды. Оның барысында 7 су жинайтын стенд болды.
Бұл жоба қаланың ең биік жерінде тұрғызылған су мұнарасын салды. Құрылымның ішінде 10 мың шелекке арналған резервуар болды. Это для города было большое событие, потому что водопровод это была... Бұл қаламыз үшін айтарлықтай үлкен оқиға болды. Өйткені бұл су құбыры біздің қала тұрғындары үшін қызу талқыдағы тақырып болды. Климаты құрғақ, тым құрғақ болғандықтан сумен қамтамасыз ету қажет болды. Оның үстіне қала сол уақытта өте жақсы дамып келе жатты. 19 ғасырдың аяғында сумен жабдықтау жүйесін орнату әрекеттері жасалды. Бұл қала басшысы Москвиннің алғаш рет су құбырын тартуға тырысқаны болды. Бірақ ол қаланың сұранысын өтей алмады. Жоспарда дұрыс ұйымдастырылмаған болды. Медициналық академияның аумағында су мұнарасы болды. Ол қыста жиі қатып тұратын. Ал 20 ғасырдың басында қаланы Плешеев басқарған кезде ол сумен жабдықтау жүйесін орнату жұмысына мұқият кірісті. Олардың күш-жігері сәтті зая кетпеді. 1911 жылы Семейде толыққанды су құбыры пайда болды. Оның қандай болғанын айтып берейін. Қаламызда өзенде орналасқан сорғы станциясы болды. Ол жерде су алатын тудырғыштар болған. Одан әрі көше бойында шамамен 100-ден 1 75 диаметрдегі шойын құбырлар болды. Олар қорғасын тойтарларымен қашалып, қалаға тасымалданып отырылды. Бұл құбырлардың бойында арнайы ыдыстар тұрды. Ол жерден тұрғындар суды шелектермен алып кететін. Яғни қала басшысы Плешеев айналымға 5, 10, 20, тіпті 50 шелектерге арнайы тиындар шығарды. Және сіз оларды алдын ала сатып ала аласыз. Төлей аласыз және артық берген жағдайда олар сізге қалған ақшаны қайтарып беретін. Яғни су сату бұл халыққа өте қызықты тәжірибе болды. Цирк туралы алғашқы хабарландырулар 1897 жылдан басталады. Сол кезде газеттерде Семей қаласында Шотланд циркінің гастрольдері туралы жазба пайда болды. Алайда цирктің тұрақты ғимараты облыс орталығында 1910 жылы пайда болды. Ағаш ғимарат жабдықтар заводының маңында орналасқан. Кейіннен Семей циркінің аренасында атақты Қажымұқан өнер көрсетеді. Оның керемет күші туралы жаңалық бүкіл ауданға тез тарады. Газеттерде тек қазақ батыры туралы жазылған. Учитывая, что все представления и цирк, и киносеансы... Барлық қойылымдар, цирк және кино көрсетілімдері базар алаңында өткенін білеміз. Сол себепті, әрине, ол жерде арнайы кәсіпқой құралдар болған жоқ. Сондықтан сол қажеттіліктерді толтыру үшін жеңілдетілген алаңдар мен ағаш құрылымдар салынды. Егер бұл цирк болса, ол жартылай шеңберлі ағаш құрылымының қандай да бір түрі болуы мүмкін. Кино шоулар үшін де мүмкін дәл солай орнатқан шығар. Ол кезде тіпті құрылысшылардың өзі ондай құрылысты енді үйреніп келе жатқан еді. Бірақ қалай болғанда да бұл қаламыз үшін үлкен оқиға болды. 1913 жылдың тамызында Семей қаласында алғашқы қазақстандық ярыш футбол командасы құрылды. Оның құрамында қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Әуезов те бар. Командада ол жартылай қорғаушы. Ол кезде футбол командасы үшін арнайы спорттық эмблема тігілген. Ол бүгінгі күнге дейін Татар орталығының мұражайында сақталған. В нашем музее имеется экспонат. Музейімізде команда капитаны Юнус Нығматуллиннің жиын әкелген ярыш футбол командасының нағыз түпнұсқасы болып табылатын жәдігер бар. Германиядан әкелінген жәдігер онда көп жылдар бойы сақталған. Ал ол жәдігерді татар мәдени орталығына сыйлық ретінде музейге тапсыру үшін Семейге арнайы ұшып келген. Командада қанша ойыншы болса, әр спортшыда осы эмблема болатын. Қазіргі уақытта оның тек біреуі ғана және біздің музейімізде сақталған. Театр өнерінде Ұлы Абайдың отаны да алдыңғы қатарда. 1917 жылы Еңлік кебек пьесасы бойынша алғашқы қойылым көрсетілді. Автор және қоюшы Мұхтар Әуезовтің өзі болды. 3 жылдан кейін Семейде өлке тану тарихы бойынша ең құнды құжаттарды жинау және сақтау бойынша Қазақстандағы алғашқы мұрағат дүниеге келді. 1940 жылы Семейде Абай мұражайы ашылды. Бұл ел тарихындағы алғашқы әдеби мұражай.
Ең алғаш музей экспозициясы 1940 жылы Бекбай Байысовтың үйінде ашылған. Өкінішке орай қазір бұл ғимарат сақталмаған. Ол үйде музей экспозициясы 1944 жылға дейін орналасты. Кейіннен Абайға тікелей қатысы бар үй ретінде Анияр Молдабаевтың үйінде 1944 жылы музей экспозициясы сол Анияр Молдабаевтың үйіне көшіріледі. Ол ғимаратта музей экспозициясы Абайдың 125 жылдық мерейтойына дейін орналасты, 60 жылдардың аяғына дейін. Ал енді Абайдың сол 125 жылдығына дайындық қарсаңында қаламыздағы тағы да бір сәулетті үйлердің бірі Көпес үйі музей экспозициясы көшіріліп, Абайдың 125 жылдығы жаңа ғимаратта ашылған болатын, тойланған болатын. Кейіннен осы музейдің қасынан Абайдың 150 жылдығы қарсаңында музей экспозициясын кеңейту мақсатында қосымша құрылыс салынып, және осы музейдің ауласына Абай оқыған медресе көшіріліп, қазіргі күнде үлкен қалалық кешен болып, біздің музейіміз көрермендерді қарсы алуда. Бұл Семейдегі Ертіс өзені арқылы өтетін темір жол көпірі. Өткел Түркістан Сібір темір жолындағы ең ірі құрылыс болып саналады. Бірегей көпірдің салтанатты ашылуы 1929 жылы 1 мамырда өтті. Оның ұзындығы 600 метрден асады. Құрылысқа барлығы 1,5 мың тонна тас қажет болды. Это вообще был первый мост на транс. Бұл көпір негізінен Түрксібтегі ең алғашқы көпір. Құрылыс жұмыстарын көп ұлтты бригада жүргізді. Украинадан да, Ресей мемлекетінен де келді. Бұрын қазіргідей дәнекерлеу арқылы жасалмаған тойтарма қосылымдар қосылды. Өйткені тойтарма қосылымдары динамикалық жүктемелер кезінде ең сенімді болып табылды. Ал темір жол құрылымы, бұл өздеріңіз білесіздер, динамикалық жүктемелер. Әрине бұл жоба тек осы көпірге арналған болды. Егер қарапайым үй құрылысында типтік жобалар болса, мұнда ондай бір типтік жобалар жоқ. Бұл оның негізіне өзеннің еніне, ұзындығына және бұдан басқа да көптеген параметрлер бар ғой, соларға байланысты болады. Осылайша көпірдің жобасы жасалып, елімізде осындай жалғыз нұсқадағы көпір салынды. Семейде бірегей ескі ғимарат өрт сөндіру бекеті сақталған. Қызыл кірпіштен салынған ғимарат 1927 жылы салынған. Ол кезде қаланың кез келген бөлігінде 30 метрлік мұнара көрінетін. Семей каланчасы Қазақстанда өзінің бастапқы түрінде сақталған жалғыз мұнара болып саналады. Здание, оно уникально тем, что ғимараттың ерекшелігі ол дәл бастапқы күйінде бүгінгі күнге дейін сақталғандығында. Кез келген басқа облыстан, біздің елден немесе шет мемлекеттерден өрт сөндірушілер келген кезде ғимараттың сақталғандығы қандай жақсы болды деп айтып жатады. Өйткені бұл ғимараттың ерекшелігі оның 2 мұнарасы бар. Бірінші мұнара өрт бақылаушы, ал екінші мұнара өрт сөндіру түтіктерін кептіруге арналған мұнара. Бұрын өрт сөндіру түтіктері осылай кептірілетін. Олар түтіктерді платформаға іліп, жоғары көтеретін, және осы мұнараның ішінде олар шамамен 95-98%-ға дейін құрғап шығатын. Қазіргі уақытпен салыстырсақ, электр кептіргішпен түтіктер 92-93%-ға дейін кебеді. Семей каланчасымен байланысты көптеген қызықты фактілер бар. 1960 жылы мұнарада жұлдыз түрінде ауа райын болжағыш флюгер пайда болады. Ол бұрын ағаш болған, сондықтан ол ұзаққа созылмады. 70 жылдардың соңында металл жұлдыз жасалды. Оны орнату үшін көп күш қажет болды. Өйткені бұл громадиннің салмағы 300 келі. само здание это интересно еще тем, что со второго этажа. Бұл ғимараттың тағы бір ерекшелігі екінші қабат арқылы қаладағы ең ұзын өрт бақылаушы мұнарасына көтерілуге болады. Ал оған көтерілу үшін тура 100 қадам өту керек. Бұл неге олай деп ойлайтын шығарсыздар? Арнайы ойластырылған ба әлде архитектуралық ерекшелік пе? Мен айтып берейін. 60 темір бетоннан жасалған және 40 тік бұрандалы баспалдақ бар. Шынымды айтсам, бұрандалы баспалдақпен көтерілген өте қорқынышты. Мен өзім көтерілген кезде қорқынышымды жеңу үшін және өз-өзімді тыныштандыру үшін баспалдақтарды санай бастадым.
Солай 100 қадам жасағаннан кейін ғана мен діттеген нүктеме жеттім. Аспанға жақындағандай да болдым. Және біздің қаламызда, біздің осы ең биік мұнарамызда жас жұбайлар 2 мәрте үйлену тойын өткізді. Бұл керемет емес пе? Бейбітшілік аралы да алғашқы тізімде. Мұның бәрі оның мөлшеріне байланысты. Жасыл бұрыш, Орталық Азиядағы ең үлкен өзен аралы. 90-шы жылдары мұнда Қазақстандағы алғашқы отбасылық дәрігерлік амбулаториялары мен пәтер иелерінің кооперативтері пайда болды. Жалпы, Семейдің бай тарихы бар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылы Семейді Қазақстанның тарихи орталығы деп жариялап, 2022 жылы ертістегі көне қала жаңа облыстың орталығы Абай болғаны бекер емес.